Бүгінгі видео нақты BYD Chanel алсам қалай деп ойланып жүрген ағайындарға. Сондықтан мен шолушы емес, сатып алушының рөлінде ойнап көрейін. Мен үшін бірінші орында ол әрине баға. Бұл автомобильдің сұр импорт арқылы кіргендегі құны 9,5-10 миллион теңге. Қазіргі нарық үшін бағасы тартымды. Құны ұнап тұр. Дәл осы сәтте мен өзіме сұрақ қоямын. Осы ақшаға тағы біздің нарықта қандай автомобильдер сатып алуға болады? Колесаны ашып қарасам, егерде гибрид факторын ысырып қойсақ, Elantra немесе Chery Arizo 8-ді қарастыруға болады. Ал енді ғана жиынтығымен көлемін салыстырамын. Chanelдің нақты шанақ параметрлері мынандай: 4830 ұзындығы, 1900 ені, 1495 биіктігі және дөңгелек базасы 2790 мм. Қарсыласы Arizoның шанақ ұзындығы 4757, ал Elantranыңкі 4710 мм. Яғни бұл тұста Chanel озық тұр. Тіпті кейбір тұста Camry'ге қарай мойын созатын сияқты, бірақ ашығын айту керек. Camry алатын адамға Chanel көк тиынға да қызық емес. Екеуінің аудиториясы екі бөлек.